Ассалаумағалейкем. Уағалейкумассалам, Құралбек, қалай амансың ба? Бірінші мына халықпен амандасып алсаң, сосын мына менімен амандасасың ғой. Халықпен? Мына халықпен амандасып ал бірінші. Ассалам. Ей, мында кел. Ей, бәке. Ойбай, қайт кейіме қайда барасың? Кел бері қарай. Қайда барасың? Халықпен амандас деген жоқсың. Осы 3 мың халықпен амандасайын деп отырсың ба? Мына бір орында тұрып, мына мен сияқты ассалаумағалейкум десең жетеді. Халық, привет, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Құралбек, осы сен көп нәрсені білет дейді ғой. Нені білет? Құдайға шүкір білеміз, айта бер. Бүкіл сұраққа жауапты білет дейді ғой. Сол біраз сұрақ алып келгенде. Иә. Мына Әзілдің атасы кім екенін айтып берші маған. Ол Әзілдің атасын мен білмейді, кім біледі ол? Әзілдің атасы Қожанасыр. Соқ өтірікті. Енді кім? Таппадың. Қожанасыр ғой? Жоқ. Онда Кащебес жоқ, Кащебес. Өзің Кащебес метр. Әзілдің атасы Алдаркөсе емес пе? Алдаркөсе, иә, не бапты? Сол Алдаркөсе қай жерде туған айтып берші маған. Алдаркөсе ма? Мен қазақ қол туғасын жерде, қазақ қол өскешін жерде, Алдаркөсенің қайда туып, қайда өскен білмесем, несіне қазақ болған? Алдаркөсе Алматыда туған. Оттапсың. Не біле? Не болды? Таппадың. Енді қайда туған? Ақтөбеде туған. Мәссаған. Біздің аталарымен көрші тұрған. Армияға барған. Арақ ішкен, ондайдай туған ма? Себебі мына біздің Ақтөбеде суайттар көп та. Суайт болғанда кімдер осы суайттар сонда болды? Мына мекемелер, басшылар да. Иә? Қазақша сөйлеу керек дейді да. Өздері орысша сөйлейді да. Здравствуйте, пришли концерт да. Сейчас начнется, билеты все купили деген сияқты. Дұрыс, бірақ олар суайт. Бірақ Алдаркөсе суайт емес. Сол Алдаркөсе суайттармен күресіп, кедейлердің сөзін сөйлеп, нан соғарларды алдап соққан. Мінекей. Құралбек, мына әзіл анекдот дегендер қаяқтан шығады, соны айтып берші маған. Ол енді менен шықпайды ғой. Заводтан шықпайды. Мына халықтың аузынан шықпай ма? Сонда білмейсің. Құралбек, ендеше былай қылайық, мен саған бірнеше сұрақ қоям. Иә. Сен сол менің сұрақтарыма әзілмен жауап қайтар. Жарай ма? Албаста көрелік. Мысалға, бүгін мен Ақтөбеден келдім да. Иә. Пойыздан түстім. Иә. Алматы деген жарқырап құлпырып кеткен да. Иә. Құлпырып кеткен. Зәулім үйлер. Қатар 3 қабатты мосты. Көпір. Иә. Асфальт, көше деген жайнап тұр, тап-таза. Иә. Тау. Мынандай бар. Тау бұрыннан бар ғой. Бұрыннан бар ма? Қолда тұрғызған жоқпыз оны. Керемет болып кеткен да. Енді ол бәке, оның бәрі құрпылудың арқасы ол. Иманғали Тасмағамбет. Құралбек, иә, мысалға сен жұмыстан келдің де, үйіңе келіп, қарның аш, кухняға кіріп келдің. Қазанның қақпағы, кухняға кіріп келсең, газдың үстінде қазан тұр. Қақпағын ашық болсаң, ет қайнап жатыр. Бұрқ еткен. Жылқының еті, сүрленген. Қол салып алып жиынды батырдың ішіне тышқан түсіп кетті. Не істеу керек сонда? Хал же. Неғып жүрген тышқан бол? Не істеу керек? Том и Джерри деген мынандай тышқанда. Не істеу керек дейсіз ғой? Ол кезде. Ол кезде мышықты ұстап алып, қазанға салып, қақпағын жауып тастау керек. Құралбек, мына ғалымдар айтып жатады ғой. Не айтады екен? Темекі шексең, өмірің 15 минутқа қысқарады дейді. Иә. Ал күлсең, өмірің 5 минутқа ұзарады дейді. Сонда не істеу керек? Оның не қорқаты бар, соны да білмейсің ба? Әр темекін тартқан сайын 3 рет ыржиып күлсең, сонда өмірің қысқармайды. Құралбек, мына өсекті айтатын кімдер? Әйелдер. Тарататын? Еркектер. Бәк. Бәке болды, тоқтады ғой музыка. Не болды? Аузыма шыбын ба, масама бір немесе кіріп кетті. Қорқма, қазір укол салам. Укол? Иә. Қандай? Дихлофос салам. Құралбек, мен бір нәрсені түсінбеймін да, сен осыншама жасқа келіп, неге үйленбей жүрсің? Енді дұрыс ол үйленбей жүргенмін. Бірақ мынау қыздармен танысамын. Мынау қыздарды үйленейік деп үйге таныстырып, танысайық, сосын барып үйленейік деп шешеме әкеліп көрсетсем, шешем бірден жақтырмай қалады ғой. Ана шешеңе ұқсайтын қыздар таппайсың ба? Тапқан, бірақ әкеме ұнамай қалды ғой.
Мінеке осылай жүрміз бәке. Мынау бәке, А. өзіңде бір жақсы жаңалық болып жатыр дейді. Иә. Құтты болсын, мынау енді әнің үйленіп, келін тұрыпсың. Оның жағдайы қалай, жақсы ма өзі? Тым жасыра алмайсың да бұлардан. Келін деген рахат екен. Үйді рахат Келін түскелі үйге рахат. Мына келін таңғы сағат 6-да тұрады. О, Сиырды сауады. о. Үйді жинайды, тамақты істейді, кірді жуады. Таңның атысы, күннің батысы, келін ауланың ішінде ызыңдап жүгіреді де жүреді. Рахат келін. Рахат қой. Келіннің бір жақсы жері осы ғой, жүгіріп жүретін жерде. Ал енді мынау екінші жаңалық бол, құтты болсын. Мынау қарындасын ұзатыпсың, оның жағдайы қалай? Неге айтасың? Осы жерде соны айту керек болды ма? Не болып қалды соншама? Жаман жағдай. Ана қарындасымның қайын жұрты оңбаған екен. Әсіресе ана енесі оңбаған екен. Қарындасымды таңғы сағат 6-да тұрғыздырады, сиыр сауғыздырады, үй жинатқызады. Таңның аты. Ал бәке, мынау сен маған сұрақ жаудырбассың. Олай болса мен саған бір сұрақтар қояйын. Қой. Сен мұны мықты болсаң айтсам, қазақтың орысшасын айтсам. Қазақтың орысшасы қазақ қой. Жоқ, білем ғой, қазақ екен, орысшасын айтып, орысшасын. Қарасы енді. Алдынан артқа оқысан қазақ. Иә. Артынан алдыға оқысан қазақ. Үстінен астыға, астынан үстіге оқысан қазақ болады ғой. Перевод жоқ қой. Оразды біз қазақпыз. Бізге әңгіме бар ма дейді. Ал қасқырдың орысшасын айтсам. Ну, погоди. Ал енді ең күрделі сұрақ. Алматының орысшасы. Яблоко от дедушки недалеко падало деген сияқты. Тағы бір ең күрделі сұрақ. Екезудің орысшасы. Два ржешь. Бәке, мынау екеуміз сахнада тұрмыз ғой, бір-бірімізге кімбіз өзі білесің бе? Бір кісің ғой сен. Ой, Жасың кіші ғой. ай, қайдағы? Екеуміз тұрған супер суайтпыз. Неге? Балға мешеге. Манадан бері халықты алдап тұрмыз, арбап тұрмыз. Одан да концертімізді бастаймыз. Ал ендеше аспаймыз, саспаймыз, концертімізді бастаймыз.